Қазағымыздың кең даласы. Негізі әр адам туған жеріне деген қандай да бір өлең шығарады, иә? Сол сияқты мен де сіздерге өзімнің бір өлеңімді оқып берейін. Көк шалқар көгім, ертісім менім, сағынып келем тағы да. Көк майса толқын жағаға толқып, ескек желі есетін. Жазымда шалқып, көктемде толқып, сүйкімді сұлу ар кезде. Күршімді аңсап келемін әр сәт, күршімге қашан жетем деп. Ауасы таза, масасы маза, сағынам қайда жүрсем де. Туған жер ыстық, қай жерде сен жүрсең де. Балалық шақ, көбелек қылған, мәз боп жүгірген кездерді. Балашақ ыстық, болашақ керемет. Бақытты балбол кезімді. Туған жер ыстық, қай жерде сен жүрсең де. Әр адам баласына өзінің туған жері ыстық. Мынау қазақ жері, қазақ елі. Қазақтың табиғаты әр алуан. Бұндай табиғатты қалай сүймеске? Әр адам өз жерін, әр топырағын сүйсіне қарап, сүйіп, осылай бағалап отыратын болса, әрине қазақ жері, қазақ елі күннен күнге дамып, ең дамыған 10 елдің қатарына кірер қазақ еліне айналады. Сондықтан да мынандай әдемілікті көре отыра, бұл жерді, бұл табиғатты неге сүймеске? Сондықтан да қымбаттыларым, қазақ жерінің керемет екенін біліп, өз елдеріңді сүйе біліңдер.